Сәлеметсіздер ме оқушылар? Суретте жер бедерінің қандай түрлері бейнеленген? Олардың пайда болуына қандай күштер әсер етеді? Жақсы балалар, осы сұрақтар және басқа да жауаптарыңызды алдағы бүгінгі сабақтан біле аласыздар. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстан аумағының геологиялық тарихы және тектоникалық құрылымы. Сабағымыздың мақсаты жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде Қазақстанның жер бедерінің геологиялық даму тарихын және тектоникалық құрылымын анықтайды. Бағалау критерийлері. Қазақстанның жер бедерінің қалыптасуына геологиялық тарихымен байланыстыра отырып түсіндіреді. Қазақстанның тектоникалық картасынан тектоникалық құрылымдарды, ежелгі және жас платформаларды, қатпарлықтарды анықтайды. Бүгінгі сабағымызға сәйкес видео материалға назар аударайық. Ғаламшарлық даму кезеңі және геологиялық даму кезеңі болып екіге бөлінеді. Жердің ғаламшарлық даму кезеңі оның алғаш ғаламшар болып қалыптасуынан бастап жер қыртысының құрылуына дейінгі уақыт аралығын қамтиды. Жердің ғарыштық дене ретінде пайда болуы туралы ғылыми түсінік күн жүйесіне кіретін басқа ғаламшарлардың жаратылысы жөніндегі жалпы көзқарастар негізінде қалыптасқан. Жер күн жүйесіндегі 9 ғаламшардың бірі. Ол бұдан 4,5-4,6 миллиард жыл бұрын пайда болды. Жерді құрайтын алғашқы заттар есебінен литосфера, гидросфера және атмосфера қабаттарының қалыптаса бастау мерзімімен бұл кезең аяқталды. Жердің геологиялық даму кезеңі жер қыртысының алғаш қалыптаса бастау сәтінен қазіргі кезеңге дейін уақыт аралығын қамтиды. Осы аралықта жер қыртысында әртүрлі тау жыныстары түзіледі. Жер қыртысы ғаламшарымыздың ішкі күштер әсерінен сан рет күшті қозғалыстарға ұшырап отырған. Бұл қозғалыстар жер қыртысының өзгеруіне ықпал еткен. Жердің ішкі қабатында өте жоғарғы температурада пайда болған лавалар жер бетінің жарықтары арқылы көтеріліп, жанартаулар пайда болған. Оның сыртқа төгілген лава жыныстары біршама жерге таралған. Мұны эффузиялық тау жыныстары дейді. Магманың жер бетіне шықпай қалған бөліктері жер астында бірте-бірте пайда болған мөлшеріне қарай суынып қатайған. Сөйтіп олардың есебінен магмалық, интрузиялық тау жыныстары қалыптасқан. Осылайша жер қыртысының құрамы біртіндеп күрделене түседі. Бұл құбылыстар мезгіл-мезгіл тұрақты түрде байқалады. Материктегі ойыстар мен теңіз табанындағы шөгінді қабаттарында әртүрлі өсімдіктер және жәндіктердің тасқа айналған қалдықтары ұшырасады. Бұл әрбір геологиялық дәуірдің тек өздеріне ғана тән тіршілік дүниесі болғандығын дәлелдейді. Жердің жасын және оның геологиялық даму тарихын анықтау үшін салыстырмалы және абсолюттік есептеу геохронология әдістерін пайдаланады. Тау жыныстарының салыстырмалы жасын анықтауда шөгінді тау жыныстарын құрайтын қабаттарының ретті орналасу заңдылығына сүйенеді. Бұл заңдылық бойынша тау жыныстарының бұзылмаған қабаттарының жоғарғысы төменгісімен салыстырғанда жасырақ болады. Бұл заңдылық дәлелдеуді қажет етпейді. Егер астыңғы қабат болмаса, онда оны жауып жатқан үстіңгі қабатта түзіле алмайтыны түсінікті. Ғалымдар жер бетінде өмір сүрген тіршілік дүниесінің қазба қалдықтарын және жер қыртысын құрайтын тау жыныстарының құрамы мен құрылысын зерттеу негізінде жердің даму тарихын бір жүйеге келтірді. Соның нәтижесінде геохронологиялық кесте жасалды. Ол 1900 жылы дүниежүзілік геологиялық конгресте бекітілді. Бұл кесте ғылымның дамуымен ұдайы жетілдіріп отырады. Жер қыртысының даму тарихындағы эралар ұзақ кезеңдерге топтастырылған. Жер тарихы 5 эраға бөлінеді. Ең алғашқы тіршілік бастамасы жердің көне тарихына байланысты. Бұл уақыт архей деп аталады. Одан кейінгі уақыттар
протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой болып бөлінеді. Тектоникалық қозғалыстардың ең маңыздыларының бірі материктердегі тау құрылу процестері. Олар қарқынды жанартау атқылаулары, күшті жер сілкінулері, тау жыныстарының құрамы мен құрылымының күрделі өзгерістерімен қатар жүреді. Жер қыртысының геологиялық даму тарихында бірнеше күшті тау құрылу кезеңдері болған. Оларды тау қатпарлықтары деп атайды. Бүгінгі сабағымызға сәйкес терминологиямен танысайық. Жер бедері, геологиялық даму тарихы, геохронологиялық кесте, дәуір, кезең, платформа, плита, қатпарлық. Дәптерімізге жазып аламыз және видеоматериалда көргеніңіздей геохронологиялық кесте. Архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой эралары. Дәуірлерге бөлінеді эралар. Қатпарлықтар Байкал қатпарлығы, Каледон қатпарлығы, Герцен қатпарлығы, мезозой және Альпі қатпарлықтарға бөлінеді. Тіршіліктің дамуы бактерияның пайда болуымен, сүтқоректілер мен құстардың қарқынды дамуы, адамның пайда болуы, жабық тұқымдас өсімдіктердің қаулап өсуімен тіршіліктің дамуы жалғасуда. Жақсы балалар, енді бүгінгі сабағымызға сәйкес тапсырмаларға кезек берейік. Бірінші тапсырма кестемен жұмыс. Эралар, архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой эраларын, қатпарлықтарын және жер бедері қандай болды Қазақстанның. Дескрипторге назар аударамыз. Архей, протерозойдағы қатпарлықты анықтайды, сол уақыттағы жер бедерін сипаттайды. Палеозойдағы қатпарлықты анықтайды, сол уақыттағы жер бедерін сипаттайды. Мезозойдағы қатпарлықты анықтайды, сол уақыттағы жер бедерін сипаттайды. Кайнозойдағы қатпарлықты анықтайды, сол уақыттағы жер бедерін сипаттайды. Келесі кезекті терминдермен жұмысқа берейік. Тектоника, тақта, платформа, қатпарлық. Дәптерімізге жазып аламыз. Жер қыртысының қозғалысы мен өзгерісін тектоника ғылымы зерттейді. Сендер жер қыртысы қозғалмалы және салыстырмалы түрде тынышталып тұрақтанған бөліктерінен тұратынын білесіздер. Құрылысы мен даму тарихы және пайдалы қазбалар жағынан олардың бір-бірінен үлкен айырмасы бар. Қазақстанда төмендегідей негізгі геотектоникалық құрылымды аймақтарға ажыратады. Платформалар өте ескі Шығыс Европа платформасы және жаңа Батыс Сібір мен Тұран және қатпарлы облыстар Тянь-Шань, Алтай, Тарбағатай, Сауыр, Мұғалжар, Сарыарқа. Ендігі екінші тапсырма кезек берейік. Еліміздегі тауларды төмендегі кесте бойынша сипаттаңыз. Таулардың биік шыңын, абсолюттік биіктігін метрмен, геологиялық тектоникалық құрылысы, пайдалы қазбалары, шекарасы батыс, шығыс, солтүстік, оңтүстік. Дескрипторге назар аударамыз. Жазықтарды кескін картаға түсіреді, ойпаттарды кескін картаға түсіреді, үстірттер мен қыраттарды кескін картаға түсіреді, тауларды кескін картаға түсіреді, тауларды кесте бойынша сипаттайды. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызды ой қорыта келе картамен жұмысқа назар аударайық. Қазақстан аумағындағы жазықтар мен таулардың таралуын қандай ерекшеліктер бар? Қазақстан аумағы палеозой дәуірінде қандай болған? Каледон тау түзілу процесінде қандай таулар түзілді? Герцен қатпарлығы дәуірінде қандай таулар түзілді? Альпі қатпарлығы Қазақстанның жер бедеріне қалай әсер етті? Қазақстан жеріндегі жас платформаларды атаңыздар. Мәтінді пайдалана отырып, осы тапсырманы орындаймыз. Енді үйге тапсырма бейнероликті көре отырып, Сарыарқа таулары қандай эрада және қандай қатпарлықта пайда болды? Осы сұрақ жөнінде әзірленіп келеміз. Сау болыңыздар.